Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода біз жаңа сойылған қойдың етінен бұқтырма, яғни дымляма жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қажетті қоспаларды описаниеге толық жазып өтетін боламын. Қазір біз картопты, сәбізді, пиязды турап аламыз. Менде мұнда соленый помидор, свежий помидорды қолдансаңыздар да болады. Бірінші картопты тураймыз. Осылай ортасынан 4 бірдей бөлікке бөліп, барлығын турап аламыз. Картопты бүтіндей салсаңыздар да болады, бірақ жылдамырақ пісу үшін осылай ортасын бөліп тураймыз. Картопты осылай турап алдық. Енді сәбізді тураймыз. Сәбіздерімізді турап біттік. Енді пиязды тураймыз. Пиязды да ортасынан бөлмей, осылай дөңгелек етіп турасақ әдемі көрінеді. Пияздарымызды да турап алдық. Енді сарымсақты және помидор мен болгар бұрышын тураймыз. Біз ең соңында осындай капустаның жапырақтарын бетіне жауып қоятын боламыз. Арасына турап салсаңыздар да болады. Менде мынау ең астына қойылатын құйрық май және де қойдың еті. Енді біз бұны газге қоймай тұрып, осындай қазанға барлығын салып аламыз. Ең бірінші құйрық майды саламыз астына. Құйрық майларды салдық, енді еттерді салып шығамыз. Бізде осындай сүйек, қабырға және таза еттер. Және де әр ет, картоп, пияз салғанның арасына тұз бен қара бұрыш, өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен араластырып екеуін саламын. Бізде тұздалмаған ет болғандықтан тұзды көптеу салып жатырмын. Енді біз пиязды саламыз. Осылай тураған болатынбыз, осыны осылай ашып, арасын саламыз. Енді картоптарымызды саламыз. Арасын тұздап аламыз. Тұз және бұрыш себеміз осылай. Енді қайтадан етті салып шығамыз. Міндетті түрде тұз бен бұрышты саламыз. Және де болгар бұрышы және помидорларды арасына салып шығамыз. Қызанақтарымызды, болгар бұрышы, бетіне біздің жаңа туралған сарымсағымызды салып жібереміз. Және де лавр жапырағы. Көп қосудың қажеті жоқ. Осылай бір
күз мөлшерімен өздеріңіздің қосқан заттарыңызға байланысты саласыздар, және сәбізді саламыз. Бұл жерде бір ешқандай бағынатын ереже жоқ, әрқайсысын кезекпен кезек салып отырсаңыздар болды. Мен осылай ең бетіне сәбізді салдым, және де қалған тұз бен бұрышымызды сеуіп жібереміз. Және ең соңында осындай орам жапырақпен толықтай бетін жауып шығамыз. Мінекей толықтай орам жапырақпен жаптық. Енді бетін жауып, орташа отта шамамен 1 сағатта енді дайын болғанша бақылап тұрып пісіретін боламыз. Міне газге қойдық, енді дайын болғанын күтеміз. Ал достар, біздің дымлямамыз тура 1 сағат уақытта дайын болды. Қазір мен сіздерге қалай болып шыққанын көрсететін боламын. Мен газдың астын өшірдім. Вау, күшті болып пісіпті. Қазір тарелкеге салатын боламыз. Бірінші орам жапырақтарды саламыз тарелкеге. Иісі енді керемет сөз әдемі болып тұр. Мінекей тағамды салдым, енді мына жақтан өзінен су бөлінген ғой, қараңыздаршы. Осыларды құямыз бетіне. Әдемеп. Күшті болып тұр. Бәрі керемет болып, идеальный болып піскен, енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне картошкасы да, еті де барлығы жұмсақ болып піскен. Міне. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Айнура. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып өтіңіздер. Және менің видеоларымды жіберіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.